Сабақтың тақырыбы волейбол. Допты жетілдіру тура жоғарыдан және тура төменнен қабылдау. Жалпылай дамыту жаттығулары. Бастапқы қалып. Аяқ иық көлемінде, қол белде. Басты солға айналдыру, басты оңға айналдыру. Бастапқы қалып. Қол иықта, аяқ иық көлемінде. Қолды иықтан алға айналдыру. Қолды иықтан артқа айналдыру. Бастапқы қалып. Аяқ иық көлемінде. Оң қолды сермеу, сол қолды сермеу. Аяқ иық көлемінде, қол белде. Белді оңға айналдыру, белді солға айналдыру. Бастапқы қалып. Аяқ иық көлемінде, оң қол белде, сол қол жоғарыда. Оңға иілу, солға иілу. Бастапқы қалып. Аяқ алшақ, оң қолды сол аяқтың ұшына жеткізу. Сол қолды оң аяқтың ұшына жеткізу. Аяқты алшақ қойып, екі қолды қайшылап аяққа жеткізу. Сол аяқ алда, қол белде. Сол аяқ алдыда, оң аяқты соза отыру. Келесі жаққа бұрылу, ауысып жасау. Қолды алдыға созып, орында отырып тұру. Оң аяқпен, сол аяқпен, қос аяқпен орында секіру. Оңға бұрылып, спорт алаңды айнала бір қатарға сапқа тұру. Негізгі бөлім. Бірінші. Волейбол добын бір-біріне беруге жаттығуларды көрсету, орындату. Допсыз волейбол ойынның допты алу және қабылдау әдістерінің үйрету. Допты екі қолмен ұстап, әріптесіне лақтырып беру және қабылдау. Бір қолмен допты лақтыру және қабылдау. Волейболда допты біреудің екі тәсілі бар. Допты жоғарыдан беру. Ол үшін волейболшының тұрысынан ойыншы бір аяғын екіншісінің жаңына әкеліп, доп бағытына сәйкес қозғалыс жасап, ілгері қарай бүгіліңкіреген күйде допты қолдарын жоғары көтеріп қарсы алады. Доп қолына тиісімен жазылып, серпіле бере, оны тиісті жаққа бағыттап жібереді. Допты төменнен беру. Екінші. Допты қабылдау әдістері. Ойыншыларды қарама-қарсы сапқа тұрғызып, алақандарын біріктіріп ұстату. Допты төменнен қабылдау әдістерін көрсетіп, ойыншыларға бірнеше рет қайталату. Допты жоғары және төменнен екі қолмен қабылдауды меңгерту. Допты төменнен қабылдауды меңгерту. Ойыншының екі қолмен төменнен допты қабылдау тұрысын үйрету. Қол түзу, тізені бүге, сол немесе оң аяқты жарты қадам алға. Бір оқушы құрбысының қолына береді. Ол допты төменнен екі қолмен қабылдап, қайта береді. Допты дұрыс қабылдауын қадағалау. Волейбол алаңы 9 метр, 18 метр. Ойын техникасы. Қабылдау, доптың берілуі, допты ойынға қосу, шабуылдау, құлау, кері қайтару, тосқауыл қою. Алаңдағы ойынға әр қайсысында 6 ойыншысы бар 2 команда қатысады. Әр команданың ойыншылары өз алаңына орналасады. Допты ойынға қосу әдісі. Ойыншы допты алаңның сыртынан қосады. Арнайы жаттығулар. Бірінші. Алаңда орын ауыстыра білу. Алғашқыда асықпай орынды ауыстыра білуге дағдылану. Мұғалімнің ысқырығы арқылы бір мезгілде алаңда орынды тез ауыстыра білуіне көңіл бөлу. Екінші. Допты төменнен алу әдісінің алғашқы элементтерін үйрену. Волейбол ойынның элементтері бар арнайы ойын ұйымдастыру. Мұғалімнің бұйрығы арқылы алаңдағы оқушылар қолды бір мезгілде допты төменнен қабылдау әдісін үйрену. Үшінші. Допты жоғарыдан беру. Қабылдау әдісінің алғашқы элементтерін үйрету. Тік тұрған қалыптан ойыншы бір аяқты екіншісінің жанына қойып, допты жоғарыдан берудің ерекше жағдайына көшеді.
Бұл жағдайда бүгілген аяқтар бір бағытта болады. Допты жоғарыдан беру. Қабылдау кезінде кететін кемшіліктер. Қатар қойылған аяқтардың қозғалысындағы кішкентай сәтсіздік кез келген қозғалыстың дәлдігін бұзып, кеуденің қисаюына әкеледі. Допты ойынға енгізу. 5. Допты төменнен тіке тура беру арқылы ойынға қосу. Шынтақ буыннан бүгілген бір қолмен белдің деңгейінде допты алға ұстап тұрады. Екінші қол сермеу үшін артқа қарай созылады. Допты алға сәл лақтыру арқылы допты ойынға қосады. 6. Допты төменнен қабылдау әдісін үйрету. Ұшып келе жатқан доптың шапшаңдығына сәйкес қолын жай ғана тосады және білегін артқа төмен қарай тартып, соққыны азайтады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, ұшып келе жатқан доптың шапшаңдығына сәйкес қолын жай ғана тосады және білегін артқа төмен қарай тартып, соққыны азайтады. Допты қайтару әдістері. Волейболшының тұрысы. Допты жоғарыдан беру. Допты төменнен қабылдау. Допты ойынға қосу әдістері. Допты жоғарыдан беру. Допты жоғарыдан екі қолмен артқа беру тәсілі. Допты жоғарыдан екі қолмен артқа құлап алу. Допты жоғарыдан екі қолмен жанға құлап алу. Тордың ені 1 метр, ұзындығы 9,5 метр. Тор жардығы темір бағаналарға бекітіледі. Жасөспірімдер 13-14 жастағылар үшін ер балалар 2 метр 20 сантиметр, қыздар 2 метр 10 сантиметр. 15-16 жастағылар үшін ер балалар 2 метр 35 сантиметр, қыздар 2 метр 20 сантиметр. 17-18 жастағылар үшін ер балалар 2 метр 43 сантиметр, қыздар 2 метр 24 сантиметр. Доптың салмағы 260-280 грамм. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.